Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін менің каналымда әдеттегідей оңай рецепттердің бірі үй жағдайында кілегей дайындайтын боламыз, яғни сливкидің рецепті мен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 3,2% сүт немесе 2,5% сүт және сапасы өте жоғары, өте жақсы 82,5% сары майды пайдалансаңыздар да болады, немесе мен сияқты осындай деп фирмасының 72,5% сары майын пайдаланып алсаңыздар болады. Ол үшін сүтімізді сотейникке құямыз да баяу отта сары майларымызды жаймендеп осындай бір-бірлеп, яғни бір-бір бөліктен салып алып, барлығын жақсылап ерігенге дейін араластырып алатын боламыз. Қайнатпаймыз. Осылай барлық сары май біркелкі болып еріп араласқанға дейін газда ұстайтын боламыз, кішкене салқындатып, бөлме температурасына дейін салқындатып аламыз. Одан кейін осы қоспамызды, яғни сары май мен сүт араласқан қоспамызды бір ыдысқа құйып, оның үстінен блендермен шамамен 4-5 минутқа дейін жақсылап араластыратын боламыз. Яғни сары май мен сүттің құрамы жақсылап біркелкі болып араласу керек, ешқандай бөлініп тұрмау керек. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап барлығы біркелкі етіп араласу керек. Достар, бұндай сливки өте керемет. Аяқ астынан сливки болмай қалған кезде осылай жасап алсаңыздар болады. Мен бұны бір емес бірнеше рет жасап алдым және бұны балмұздаққа да кремге де пайдаландым. Тек қана жасаған кезде өте мұқият болу керек, жақсылап мұқият жасау керек. Сонда сіздерде де шығады деген ойдамын. Міне осындай сливкимізді түнгі мезгілге немесе 4-6 сағатқа салқындатқышқа, яғни холодильникке салып қоятын боламыз. Менде бұл жерде түнде кешкі мезгілде қойдым және таңертеңгі мезгілде алдым. Енді дайын болған сливкимізді, яғни қоспамызды осындай миксердің көмегімен миксерлеп алатын боламыз. Қатты скоросте, яғни жылдамдықта миксерлеуге болмайды. Жай жылдамдықта шамамен 5 минуттай миксерлеп алдым. Қатты көтерудің қажеті жоқ, өйткені қайтадан құрамы бөлініп кететін болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай менде кереметте осындай үй жағдайында кілегей дайын болды. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін.